Hayırlı günler. Bugün üzerine bir tür kızık video tushirmoqchi bo'lamiz, chunki biz bu variantni nechik redaktor ettirga o'nglamadik. Menda shunday bir uy keldi boshqa bir necha yaratgan ishim bilan shug'ullanmasga ko'p so'ylav, bir leksiya olib boruv, ham endi o'zimning putешествиялар turida so'ylav. Ham shuning ortida endi bizning har bir borgan sayin men ko'p tushiram. Bulgan yerlerni, bulgan illerni şuşunda уже kuyup barıga düşürgen materiallarını. Bugün benim söylep gitesi kilemeyim. Bu yılını 2019'nın yanvar bilen fevralda bulgan yerimni. Birincisi men endi yanvarın ahırında bargan edim. Germaniyada benim tüp maksat buldu. Agroturizmni qaro, ham endi zo'r ağaçlar, ham pitomik жиған bir выставканы қарау Эссен шәһәрендә. Анда булдык biz bir 4-5 gün, 5-6 көндә булдык булай. Анда ничә мен анда Берлинга килеп төште, Берлинда машина арендага алып, шулай бүтән Германия буйлап агротуризм өйрәндек. Һәм инде выставкадан соң мен инде кире Россия кайтып тұрмам, сразу үштім Нью-Йоркка. Нью-Йорк турында менде көбірек сейсін келеді дегенде, чөнки Америкада енді менің быйыл нешенші тапқыр болғанымны санауға керек, но мен болдым 2006 жылда бірінші тапқыр Америка штаттарында болғанда мен енді Калифорниядан енді менің болғандарысы Миннесота көп уақытымды ұздырдым, штат Миннесотада енді Американың. Но гіл Нью-Йоркка бармадым. Mesela diyende çünkü benim kişiden bileyim işte New York'a varır için o ezberlenirge gerek, o moralne da, finansal da ezberlenip varırga gerek. Şunun için benim fevralda indi bana New York'a gelip şuun buldu. Benim anda bir 2-3 şuraşuğuna var yani. Ben şulay da bir 4-5 gün anda New York'na öğrenirge, New York energetiksin sizlerge benim tilek oldu. Birinciden ben New York'ta bir nese öğrenmedim. Аны қоя барам, нешіктер, қоя нешешекмен, андай пландар болмады. Но шулай да менің бар енді өзіне бір түр көрерге анда центральный Үзәк паркын Нью-Йоркның, анан енді шәһәрләрендә гүләйтіп берге. Шулай нәрсе шырый, шуны көрерге. Біріншіден бик әйбәт отельға эләктем мен. Ол енді прям Манхэттенның теге ничек дип әйтим, кай икән аңлатып торам инде. Үзем дә кай икән, Манхэттенда бик зираттыл центрдан. Шунда бик әйбәт отель булды, менә сезгә күрсәтеп китәбез отель турында. Hem indi men kelip urnaştım da tege samolyotdan chiqqandan so'ng azgina dushlar oldim. Dush tege bütün o'zimni paraka kettirdim da sразу Nyu-Yorkka chiqdim g'ulaytirga. Nyu-York shunday shahar, anda mana barasin shaharlar bo'lar Manhattan'da. Gil kino tushgan zdaniyalar o'zidan o'zi kelib chiqib turadi. Anda ilansa da yo'q, bir narsasida nesa baranda, nishiganda qo'ya bora. New-York sen o'zi oshib bora. Men endi kunga bir 20 kilometr yuraverga to'g'ri keldi. Birinchi kuni men bordim endi Chinatownga. Chinatownni 5 iram chiqdim. Bunda endi Chinatown deb narsa atalar. New-York shunday yer, qo'ya butun millat o'zi bir shunday kvartalda turadi. Bunda endi Chinatownda gil Қытайсылар тұра. Анда Қытайсылар өзінің культурасы, анда Қытай тілі, шул қадар анда Қытай ақшасы ғана жоқ енді, онда Қытай көк. Шуны Қытай Чайнатаун қырында уже итальянский, анда итальянислар шундай кварталы бар. Анда Греция, шундай прям bir жерде шунда Манхэттенның шундай как будто бүтін илдә булып чыккан кебек инде. Алар зданияларда нәкъ шуларга ошатып эшләнгән. Анда инде Қытайда Қытай кухнясы мен өзіме бек ошым, анда кірім енді ужин шунда болды. Мен анда кіргеш
Қытайстан саға сұрамын, айтам, қоя, өзіңіздің традиционный ризығызды бересіз. Самый қызығы, официант английша тігі особый білмәнісі мұнда сиеша. Андан бұдан қытайша сиештен оңайлар аттады. Шылай да барыр, менюдан оңлашып, мен анда өзіне қос келген бір ош мұсымен ол, енді шын бір нәрсе ошады менде. Хәм енді Нью-Йорк бірінші күні ұзды менің Чайнатаун, шушы бүтін жерлеріні үйреніп енді. Шәһәрләріне бұлай қарасақ, мен урамны түшіруге тырыштым, урамны барсақ, әрбір здание өзіне бір түр архитектурны қызық. Онда енді нәрсе айтасың келе, урамна барғанда оңлайсың, бір проблемалары аланың, наверное, юллар. Юллары бик нашар деп айтар едім. Анда асфальтлар ватылған назарак. Мен ақырдан оқығаш, мен оңладым, что аларның аңа нешік деп айтым бюджетлары жетіп тәуіп, мен шының үшін алар нешік бар асфальт шолай. Но асфальтларын анда бізде бик яқшы асфальт, анда әйбәт юллар деп айтмасым. Машиналар бик көп. Аңғай нагрузкадан оны жетіштіріп, нешік деп айтым, аны рәтләп бітіре алмайдыр енді. Но менің бірінші самолет білән Нью-Йоркқа келіп түшкіруге, Кеннеди аэропортынан сразу мен енді визовый контрольны ұзырға керек. Визовый контрольны ұзғанда қазір ол бик жайлы, анда автомат тұрайын, шол автоматта уже сен бүтін даныларына кіртәсің. Әлік ол шираты, бик зор шират, көз алдына кетіріп, бірәр сағат басып тұрасың шол ширатта. И андары сені офицер шақырып алады, әйне сені сұраулар беріп, шонда заполняйты нәсәдір. И ұзағы процедур. Қазір енді сені Нью-Йоркқа келіп шығасың, анда паспортыңды өзің вадитәсің бүтін нәсә аппаратқа, и шол данылар білән уже барасың офицерға, кішіге енді сені брат 2-ны қарадыңыз айтты. Here's the invitation. Welcome to the United States. Добро пожаловать в США. Thank you very much. Вот уроды. Цель вашего приезда, шондай сұраулар береді. Біздің анда уже компьютерға уже біз өзіміздің данныйны кірткәш, сені сразу қарайлар да енді подозрительный кіші түгілмі. И сразу ішке кіртіп жері. Бір случай болды, мен қаршыда болған бір егет, тоже анда бітінде біз Аэрофлот келіп түштік, анда бүтінсі, шондай Россиядан кішілер келді бітінде. Тіге малай офицерға орыс паспортын берді. Біздің екі паспорт, бірсі загран паспорт, бірсі обычный паспорт. Тіге берді, обычный біздің российский паспортны берді, тіге америкасын көзі бұнды, алардың шынке ол, нешікте айтым, аларда бітін біргіна паспорт. Бізде екі паспорт, екінші паспорт бұл нәрсе, обязательно вообще көзі шапмақ ненде паспорт бұл, подделка бұл нәрсе бұл, ненде тілді yazылған бұл. Прям истерикасы башланды, анда кішілер келді, андарысын тағын бір грамотный келді, ол аңлатты, что Россияда екі түрлі паспорт, етігін малайға аңлаттылар, сен бұл паспортын бір жерде көсетме, российский паспортын, мұнда только загран паспортын көсетті, визаны көсетті, тігі малай башын сықып тұра, англишасы yok енді. Шындай қызық хәлләр білайын. Мен сұрай сөйған, таныштым бір еш бар білән. Алар Мәскәудән, анда оқойбыз дейлер, Нью-Йоркта оқыйлар. Алар мен көсеттер, нешек метро білә құланыр, анда бітәді. Метродан барғаш. Метросы қызық. Анда метроға башта карточка аласың. Ешол карточка, енді сен көпмі қоя барасың келер, шон қалдықта поездкаларны ола аласың. Ең бірінші впечатление ол ис. Нью-Йорктың исі ол жетті оңашылмай, анда ол қыздырылған суған ит білән шәһәрнің асфальт һәм енді метродан шыққан ис шуға қошылғандағы шушы тағын әлі шуны халық көбейтін анда шу халықтың деген тоғышынан бұташылуы өзіне бір түр атмосфера сразу ашады. Мен енді қарам да картаны, барным отельға, менің әлі отельда бару үшін тоғын автобусым нәрсе біләндір баруға керек, или такси алып, мен әжеу бар, мен бардым енді. Андары екінші күнні мен ерте тоғынан шықтым, менің енді бір мақсатым болып тұрайы, көруге парк, Хайлайн паркны көруге, бұл ненде парк бұл. Мұнда ілік болған поезд жолы, Хорошо поезд жолын нешеттерге білмегендер да
нишетирге билмегеш, алар аны парк ясагандар. Үстүнө прям огачлар, нелер отуртуп. Хам шушу дизайнерлар биздин Москвадагы теги центральный парк Красный площадьта кырында зур парк түздүлөр деп жеткениз барбы? Анда да шушу дизайнерлар жашаган. Мен бик кызыгы, алар анда нече жашаган. Менин 1-февралда барууну, ол февралда барасың, анда яфраклары жок, бүтүн нерселери жок, анда сен көрө аласың, нерсе нече иштенгенин. Да, ол анда менесиң, mesela sıra menüge koyunlar karşılar. Bize kövrek parkta koyunlar bir oturtmuyor bitne hazır. Anda koyunlar köp. Anda bir köp indi munagali köp yıllar üsettirgen ulenler hem indi üzerine türe her bir arxitekturny skameykalar, oturgıçlar. Hem bular nechik bulganlar, mena bir yolunu barasың, шол yolda zonaga bölüngen. Анда нендер космос турында, анда балет турында, тагын нерселер турында. Анда bir жеринде просто анда бит үстөн сиз басмадан баргач, инде басма, анда оста бит машиналар йөри. Кайсы bir жерде анда даже утыргыч, mesela утыргыч и зур экран кебек, пияланы гына койгандар да, сен машиналар йөргәнен шунда карап утыра аласың. Үзенә күрә парк бик кызык. Мен инде иртәнге 7дә йөрдем аны. Анда мен иртә белән йөргәндә уже bir 40-50 кешене жүгергәнен күрдем. Анда бүтән кеше шаба, йөгерә, уже иртә тагынан теге шәһәр уяна башлый. Но абиттан соң бер юл әктем, икенче көннәрдә. Анда шыгырым тулы кеше, туристлар, шул Нью-Йоркта яшәүчеләр. Ну, кызык инде теге. Барганда сен күрә аласың, иске зданиялар, анда элекеге төзелгән иске зданиялар, алар 100-200 ел бардыр инде. Алар анда реконструкция ясаганнар, алар инде күренә теге иске белән яганы кушып эшләр. Һәм инде без шушы паркны, Хайлайн паркны чыгып беткәч, анда без күрәбез, күп кенә фотографияны күргәнез бардыр, аларда бер здание төзделәр, баскычлар зданиясе. Bütün здание гел баскыч кына бүтән яктан да. Шуны түгәрәк, мен ашына кирип өлгермәм, кызганычка каршы. Но шуның белән тамамлана. И тамамлана, андары поезд станциясында. Шушы сен барып җитәсең, bilmem ничә километр, буны 3 километр бардыр узунлыгы. Чыгып беткәннән соң анда бар инде поезд станциясе. Анда теге центральный вокзал дип әйтәм. Ну, әйтәсем килә, мен менә поездлары турында әйтәсем килә. Американың поездлары, безнең поезд, Россиядә поездлар бар, үзенә күрә ниндидер бер мотор, ну, американский поездлар ачык куркынычлар, мен бик куркам, алар шундый алюмин төсендә, и шундый грубый баш белән, прям усал шуны кадәр ул поездларга килеп туктыйсың, анда алар бик күп. Аннан инде чыгасың. Мен шуннан инде сырага картамны караганда, мен барасым килде инде центральный паркка. Шуннан инде мен киттим шейлеп центральный парк. Центральный паркка барганда минем карша күп кенә очрады. Кинолардан очраган теге, кая теге Spider-Man, теге Человек-паук шып жүргән җирләр, анда здание. Бүтән кеше әйтә инде ул таш джунгли дип инде Нью-Йоркны. Но я атмосфера бик шат, син зур зданиялар арасында чырыйсың. И шуны әйтергә кирәк, алар зур здание булса да, араларында агачлар бик күп утыртылган. Аллейны шундай агачлар, анда бик күп теге озеленениега бару игътибар зур. Мәсәлән, таш кына булса да, бары син үзеңнең йөргән уровеньдә, шушы менә урамда, анда агачлык күп дип әйтерләр. Барган вакытта Times Square-ны уздым. Times Square-га кергәндә мин башта оңладым, шунда койса кайда Times Square. Мен бит инде без телевизорда ничек күрәбез, без теге күрәбез дөнья кеше, и анда шундый Times Square, теге утлар, ниләр. А ул бер зун урам, и сен анда кергәч, сен аңламый да каласың, сен куясың Times Square. Аны просто, оказывается, без бүтән кеше бер радиустан төшерә теге фотога, теге кая утлар бар. И ул ничек тә күренә узын бер кешеләр, машиналар йөрмитән, күп кешеләр йөритәнгән бер урам кебек. Ул бер узын урам, и анда сен инде барганда даже аңлап та алмыш ул Times Square. Но аңлап була инде теге пычмакка баргач, анда бер баскыч кебек нәрсә бар. И ул инде шул баскычка менгәч, үскә менгәч, син күрә аласың бүтән рекламный шушы теге Times Square, анда просто рекламный күп сенсорный утлар, анда несәгә рекламируют, ну күбесенчә анда Disneyевский рекламалар, анда шушы үзләренең шушы зур корпорацияларның рекламалары инде. Бик кызык булды. Анда күрү кешеләр уже күп җыела башлаган, бу иртә.
мен ертеңгі 7-ден кетсем, енді бұл анда барып жеттім, примерно 9-ларға енді. 9-ларға неше минутларда. Кіші жиыла башлады. Мен андан шуна кеттім Центральный паркқа таба. Центральный паркқа барғанда бек көп қызыға бірлер көресің. Нәсә көресің, ол біріншіден Нью-Йорк туылған жүйлер кішілеріне сумасшедший етеді. Мен ұшатмын деп етмәсем, алар бек қорқыныш кішілер деп етмәсем, нешек олса, нешек аны көз алдыда кетересің. Мәселен, қайда бір кіші бара, мен аны телефоннан сөйлешіп тұрам. Мен барам, орта телефоннан қышқырып сөйлешейін. Ха-ха-ха, мен нешейіп тұрам. Бұрдан бұрып барасам, ол просто қолын тұтқанда былай тұрып, как будто телефоннан сөйлешіп бара. И ол орыстай сплошь и рядом бүтін кіші мен бара бір кіші қырда сен бүтін телефоннан сөйлеші, а ол просто қолын тұтқанда солай сөйлеші. Башта сен көресің, ол кіші бірнендей нешік деп айтайын, сен ношарлықта тіләмей бір нәрсе ішләмей, ол солай жүри. Андай кішілер ада бек көп. Нәрсәр қышқырып сөйлешер, нәрсәр ақырала. Андай хайып сөйлеушілер бик көп деп етмәсем, но бары бірда үшірі. Алар шындай теге ұтыралар анда, нәрсәр сұрайлар. Но бұлай теге активный теге нападениялар жоқ. Мәсәлән, мен көптен түгін Мәскеуге бардым, анда бұнақа вообще бик оты хайып сұраушылар көп. Анда өзіне көре бір культураға кірген нәрсе. Шошы жүберлер арасында мен бары жеттім енді Центральный парк. Янда барғанда, конечно, кіру қотында прям мен көптен көресі келген Центральный паркны. Анда прям кірдің. Нәрсе айтасы келе бұл Үзек парк тұрында. Алар бұл Үзек паркны көбісінше міне урман. Біз просто өзіміз барабыз бітіне урманға, мәсәлен, нендер бір посадкаға деп айтайын, бір жерге барады. Нәқ шындай күшләген ол. Анда бүтін нәрсе табиғи етіп асқан. Шул табиғат арасына детский площадкасын, юллар енді әлбәтте теге ясалған асфальттан. Һәм енді шунда ук ниндидер бір амфитеатрлар, ниндидер бір кафешкалар, анда бір кіна кафешка көрдім мен, анда бір ресторан ортасында. Бұлай бастан шул теге фастфуд деп айтайын енді. Машинаға кетіп қойған, анда хот-доглар, ниндидер сэндвичлар, ниндидер соклар сатып тұралар енді шулай. Мен виш жүріп шыққаннан соң бүтін жерін қарап шықтым, бүтін жерін үйреніп, Центральный парк атмосферасы көбірек айтып нәрсе бері. Кішілер. Шыққанда бек көп кіші. Ағайлы кіші. Біздің, наверное, Сау паркында ғұмыр бұл яшаса, бұл алмас. Аңғатлы халық бір паркта. Ол әлбәтті бек нешік деп айтайын, аңғалы халық келген парк, дүнияда бір парктыр деп ойлаймын. Бәлкі бардыр екеншілері де. Халық бит әлі ол келген туристардан түл, алар просто анда ешеуші кішілер әтті біләндері, кімдір свиданиеда, кімдір сөйлешірге келген, кімдір шында отырайынды. Мен енді бірінші етіптегі Джон Уикнің бик матур кісі тәрбетінде ол теге фонтан. Шул қиға барды енді теге Джон Уик деген кинода кісі тәрбет шыл теге. Когда бүтін күші тоқтап қала, шул қиға барып, мен үйрендім енді. Қызық енді шул артист кино, көбірек бет енді біз Нью-Йоркна біләу шул кинолардан. Хам қоян енді кино түшірген, һәр бір жерін үйреп шықтым дерге бұл енді. Один дома теге. Один дома да бит, тоже один дома два да бит. Шол Центральный паркта бүтін нәрсе болайын. Мен ол қирланы тоже қарап, бүтін жерін жеріп шықтым енді. Анан енді мен кірдім, туамақ аштым, мен ашап алдым даған. Кірдім енді музейға, естественных наук деген музей. Мен анда оңламадым башта. Анда, ішік деп айтайым, бәйәсі құйылған, мәселен, анда $10 ма, $25 ма енді, кіру қоты деп енді. Мен анда оңладым, что анда просто сен төлейсің келсе төлейсің келмесе төлемейсің. Мәселен, төлейсің келмейкен, сен просто айтасың да, мен төлемеймін, сен ұшқа кіресің, пожалуйста. Но мен бит енді бұл музейға кірдім, опять же, кино көріп, біздің Ночь музей деген кино көріп, шыны көргеншін, мен бит енді шошыныға көтем, анда зор динозавр қазы бұла, анда бұла индейстілерінің шүшілері
Но кинода көрген нәрсе анда бір-бірде жоқ. Ал скелет, анда кинода көрсеткен скелет ол вообще екінші түрлі. Но в итоге мен қарап шықтым. Мега анда ин ошаған нәрсе болды, ол енді алар ясалған шундай атмосфера. Шундай купол, и анда космос. Сен ішке кіресің, қараңғы шундай бір түгәрәк жер. Сен ішке кіресің, түсірге ярамай, мен күшет алмай түсірген. Анда ішке кіресің, бүтін вселенной бойынша сен путешествие етесің. Экран полностью сені погружает космосқа енді. Ол бик эффектный шундай теге шоқ басып тұрасың, и сен прям ұшып барасың, как будто сен космический корабльда. И бүтін ойны көресің, планетарий деп айтам енді. И ол нешеге асалған шундай түгәрәк здание, и шол түгәрәк зданиеға теге басқыш белән үскә менәсең шулай, бір яқтан кірәсең, бір яқтан шығасың енді. И ол определенный видео енді сен ширатқа басасың да, шол бір 15 минут болса енді шол видеоға кіріп сені көрсетеді да, сен шығасың. И шол басқыштан түшкәндә бүтін біздің жер шары нешеге асалғанын историясын қарап шығарға болады. Біздің нешек взрыв болған, взрывтан соң енді образовался атмосфера, бүтін біздің дүнияның туры нешеге асалғаны көрерге болады. Әгәтті қарап енді мен анда ұзақ күна ердім, бек ұзақ ергеннен соң анда енді столовая бар, шул столовая ашарға түштім енді. Анда халық, анда шақ шираттар тұрып, әзгіна шында нәсәр қоп қалап алдым даған шықтым, и тағын Нью-Йорк бойынша жия береге кеттім. Шошы Центральный паркта мен өзімнің тағын чайны тауынға қатлы жия бардым. Ол бек жырақ деп айтым, ол жақын болмады ол. Мен барышы тағын Центральный паркны еріп шықтым, Өзек паркны еріп шығып, и андарысын қарайым, анда Ritz деген отель, Ritz. Теге Ritz-ны шында бітінде один дома Дональд Трамп білен шырашқан отель. И шуна көрдім да, мен айтам, тағын ерім әлі бұл теге один доманы ерген мақлай өрәнді. Мен бардым теге Центральный библиотека, и анда бар шеркеу. Есегізден ол киноларны бір көп жерде көрсетті. Адвокат дьяволда даған, неде деген зор шеркеу ойны, аны ішіне кіресің. Но анда кіргенде сен полностью текшірәлі, аэропортқа кіресің ол шеркеу ішіне. Анда көбірек туристлар ері деп айтым мен. Анда нендер службалары бара, нелері бара. И аны қарап шықтым. Масштаб, конечно, да, ол шеркеу ішіне кіресің. Зорлығы, биіктігі, конечно, впечатляет. Сен өзіңді нендер бұл дүнияда бәлекей егені, бір песенке екенін аңдайсың. Шенке ол зор, мен отырып та тұрдым, то что арғаным да. Ну, мен бек ұшады, мен аңдай шеркеулер, мен өзім мүсілмен болсам да, мен барып шеркеулер ішіне кіріп, ол екінші кісінің динлерін үйрену бек қызық, мен деп айтайын. Аны еріп шыққанасың, мен шықтым, и тағын бардым енді шол шаһар бойынша гүл айттым. Шолай мен бірінші күнім тамам болды. Екінші күнде енді менің тағын жеу шығып, мен енді барасым келді теге Уолл-стритні көрерге енді. Уолл-стритта теге зор өгіздің, теге көкейлі өгізіне көрәсі келді енді. Мен шында бардым, ерте таңнан, опять же, сәт 7-де. Мен анда барғанда, барам шолай гүл айтып, теге бір жерге кіріп завтрак етіп алдым даған, и барам, и қарайым, бір машина бабах, мен ұянда оғым, анда машиналар әзбейтін ертебі. Бабах, еттеген бір машина, киноларда переверін олса былай, тегенде бір кіші қышқырып жатайым. Буквально мен көз қаршында. И мен алдым да камераға түсіре башладым. Бәрілген түсіре алмам, бұлай нәсә болды. 1 минут ярым уақыт ішінде, 2 минут ішінде, анда мен точно түм, видеодан көруге болады, анда келді бір 11 машина, ГАИ машинасы, 2 пожарный машинасы, бүтін кварталны оптылар, бүтін вообще киноларда бүтін жерде машиналар, қышқыралар. Ну, 200 қаршында мен түсірдім, мәсіне көре аласыз. Шындан соң мен ұзақлап тұрма, мен кеттім, шол өгізіні көруге. Бір zaman барам, өгізін шоқ таптым, тапқанда енді бір кішіден сұрап, анда әзірек алашы бұрақ ердім. Шындан енді өгізіні ертәбілік келдім бетіне, кіші болмасы деп. Дүния кіші. Мен қорқып қалдым едім, анда Қытай туристлары,
келгендер анда қойып түсесің, алар биш окружай туғаннан бірсі үстінен отырған, бірсі көкейін тұтып тұра, бірсі ояғын ябышқан. Мен тұрамын нешерге әлмеші, қалай мұнда орыс кішілері көрініп тұра бетінде, здрасте, орыслар тұрайынды. Алар, оказывается, шында Америкада тұрышы, Шикада тұрабыз, алар белорусла болып шықты. Мен айтам, Чургаев Пильгам иртатынан болмады. Подожди, это китайцы группы, сейчас уйдут, никто не останется. Алар шешіп тұрып тазына. Тегілер бүтін ашын кеге бүтін өгізін Қытай туристар бүтін дүниясы көкейінен баша бүтін тәнін ұшқып шықтылар еме. Бұлайда, тегілайда, бірсі де қолмады ағым. Өгіз білән өзім қалдым енді. Фотоға түшірге бір кіші қалмады. Теге белорусыларға бардым да енді, мен айтам, ғафөйтіз, мен айтам, түшіргізі бір-екі тапқы. Тегілер ағым, мен түшірділер, мен анда сауа флагы білән фотоға түштім енді. Көкейін тұтып қарам мен дәгін. Поможет, действительно, может, на сәті. Оқшаға дейлер бетін. Бетін неше көйлейм. Біздің Уолл-стритні кинолардан ешек сәттер. Анда нендер біздан, шундан түшелер, түгінде Феррарилар тұрам, анда Бентлилар тұрам, анда шығып кіріп отыралар. Бүтінсі галстуктан шауып жүрейлер. Аны шунда етіп күсәттер бетіне бізде. Бір нәрсе жоқ. Бұл бұшыл. Мен айтам, қоясың мұнда кинодағыша Феррарилар, нелерін айтам. Қайсы бір кішені тұқтаттым да, мен айтам, мұнда неше жоқсын мұнда, мен айтам, кинодағы шекелі. Олды, қайсы тәге терактан соң көпкіде зор бизнеслар күшкен. Анда қолмағанлар, алар Загород күшкені, башқа жерге күшкені. Шының үшін қазір Уолл-стрит, анда нендер ішлер бара, но анда әлбәтті анда тәге самый центральный нәрселері бетін, анда банк мы нәрсесі бар, анда оқшақ где соқлала бүтін Американ ұзылытсы соқлана жері бар. Но бұлай бүтін бизнеслар зор, алар енді күйткенлер. Шының үшін анда пустой қолған. Баштады, әлбәтті әлік, анда енді бик көп кіші болған. Анда шулай на кинода көбек болды дейді. Қазір анда туристардан башқа бір кіші жоқ, анда бір кәшімнен жүрушілерінен бик сирек көрәсі. Сонда көрдім мәйні, ладно, кеттім. Ошап алдым. Анда ошап аларға бұл, анда бүтін жерде $1 пицца сатылар. Мен енді итсіз, несіз пицца алам да, бір кусочек $1, ошайсын да, сол нормально. Бір зағын барам, анда көрдім бір здание шындай, елға қырында, су қырында. Мен мұнда кірдім, мен оңлайма қоймағанымды, мұнда билет саталар, $28. Мен айтам, бұл сауылы олды менде билетіні. Шыл кішілер артынан бара. Бір зағын кірдік, тоже текшілер башадылар, аэропортқа кірен полностью сіне текшілерлер. Сен енді біз шындай теплоходқа кіріп отырдық, теплоход бара. Мен қоңылаған қоя бараны. Оказывается, билет алғамын екен тәге статуя свободы, статуя свободы, ол бетінде островта өзегіне бетінде шында барға мен отдельно билет алғамын екен. Шындай қызық. Айтайын, мен мұнда бір нәрсе үйренмедім, бір Нью-Йоркында. Мен просто мен нәрсе шақар күсәті, шуда көреге келдім. Мен шылай барам, үзіп, анда фото, анда енді Манхэттеннан бүтін жерде плакатлар бар бейті, судан тұшқан шындай ашылайында шындай зданиялар, прям бизнес-центрлар, мощный. Біз анда келіп тоқтадық, шошы статуя свободының островына енді. Анда гуляйттым. Мен нәрсе айтерем, бұл оказывается, как форпост көк тұрған, границада тұрған енді шыл соқлап, кімдер Америкаға кірі, шыны аша ұзырға кетейгіш. Ол как шындай нәрсе білән, құйма білән алынған, ұратып. Мұнда, біләс мен нәрсе меға бик ұшады. Мен ол кішінің есімін білмейм, мұнда монтаж жасаушы кіші языр, кім аны бөлә кеткен Америка. Бұл кім ненде скульптор. Вообще, статуя свободы башта түзетшілері болған Египетта. Ол бетіне Виктория тәге мешектерді жеңу, нету нәрседір ағыната. Хәм бұл кіші скульптор ғымыр бойын шушыны қиялы білән яшәген. Шушы статуйны ясыйм деп. Ола бәләкейгіна болған, оланы Индияға да, Францияға да бүтін жерге тәқдим етіп жүрген. Мен, пожалуйста, шуны ясыйм, қиялы шундай, қиял. Білән яшәген шуны түзірге. Шансы? И шушы уақытта
Франция президенті Америкада болғанда нешекті мында французлар нәрсәл бүләк итәсе келген. Америка нендер бүләк асысылар келген. Шул вакытта килеп чыга бу хыялый скульптор, который шушындай зур проектны эшлисе килә үзенең тормышында. Яң айта, давай яса Америкада. Шаңызмы хыял ул хотя ана бүтін дөнья, бүтін кеше көлгән, когда ул әйткән, что шушы статуяны мен җир йөзенә ясыйчакмын дигәч, бүтін кешесе күргән, антында тарихы бар. Но бары көннең бер көнендә ул үзенең хыялына ышанган, ул бирешмәгән. И шушы Америка, Франция президенты белән ничектер очрашып, аңа одобрили. Вообще мен шаккаттым, вообще прям эшләрдә прям вообще меня шалдый ул история. Һәм шушы статуя свободаны ясаганнар Францияда ясап Америка алып килгәннәр лодкалар белән, пароходлар белән. Ничек дисезме? Ана детальләп җыйганнар, и шул деталь белән ташыганнар. Миңа повезло, мен яны ишен күрсәтәбез. Миңа нәрсәдән повезло, мин ин өстенә үк менеп карадым. Анда, конечно, камера әзгә төшердем икән, юк микән? Карады димме? Но мин полностью ишенә кирип, ишенә Алла кайсы менән теге Эйфелева башня төзелгән анда, шундай. И шуңа шушы тимер белән, бронзовый тимер белән, шушы статуэтканы просто беркетеп кенә чыкканнар. Яннан соң бардык, тагын сен теплоходка утырасың, теплоход тагын сен алып бара, шундай бер җир, кая беренче американецлар 300 ел ничә ел элек Америка. Алар кая регистрация иткәннәр. И анда беренче иммигрантларның историяларын күрсәткән. Ул тоже бик шундай впечатляющий җир, анда кешеләр бөтен пароходлар белән килә, аларның һәрберсен җүләр түгелме, авыртмыймы, бөтенсендә шул тикшергәннәр. Күп кешене кире бурып кайтарганнар, чөнки шума белән килгән кешеләрне иткәннәрне, анда аерым камералары булган. Но анда күп кеше узалмаган инде. Ул беренче тарихларны кемнәр килгән, менә шул еллык. Анда язылган инде алар бөтенсендә. Алар ул кешеләрне күренеп тора, алар яңа тормыш эзләп килүчеләр инде. Менә Америка төзелгән шундый яңа тормыш төзим, менә яңа тормыш кирәк дигән кешеләрдән төзелгән дә инде ул. Чөнки менә алар кайда үзләрен тапмаганнар, и алар монда килгәндә. Ирландецлар бик күп, итальянецлар, анда руслар, күп милләтләргә ул инде үзенең өе буларак ясалган Америка. И аларның тарихлары шушы бер зур гына зданиеда весь җыелган. Тоже бер островта бөтен нәрсә аккуратно, бөтен нәрсә матур инде, столовый бөтен җирдә, кафелары һәм инде анда уйланасың инде, уйланасың. Сән бит мин үзем яшәйм инде, что мин Сабада тудым, Сабада яшәргә тиеш дип. Нәрсә булган бит инде кешенең тормышында, что аны ул фикерен үзгәрткән, ул күченеп китәм дип, бүтән семьясы белән күченеп китәм. Ул кешеләр инде аңларга була инде, алар үзләрен инде мәсәлән итальянец, анда һәм мин итальянец дип яшәй, но син кем дигәч, ул мин американист инде. Шундый Американың тарихын анда өйрәнергә була. Шуннан мин кайттым, кичке Нью-Йоркта йөргәндә, но кичке Нью-Йорк, беләсезме, кичке Нью-Йорк нинди ул? Чек дип әйтәм. Вообще йокламый булган ул тавыш, шул ис, шундай ук нәрсә. Но кичке Нью-Йорк үзең генә булсаң кызык түгел инде. Дуслар белән булсаң, әлбәттә кичке Нью-Йорк сиңа бөтен нәрсәне ача инде, бөтен ишекләрне ача. Но мен инде отельгә кайттым, отельдә инде аста бер әйбәт ресторан бар, шунда поужинал. И инде икенче көндә инде минем төп максат Нью-Йоркта офиска кара. Әйтәм, кая нинди офис, ничә сум икән шуны тикшерү. Мин анда тизгә бер газета алып, нитеп карандан, и офисларны йөреп чыгасы килде инде. Сез беләсез инде, Америкада, Нью-Йоркта, Манхэттенда бар Rockefeller Center. Самый üstüne menirge bulan, niterge bulan. Min şunda gittim, направленно бардым. Üstüne mendim. Anda fotoğraflarını yani көре аласыз. Анда инде минем көбрәк, ничек дип әйтим, Саба флагын. Әле самый кызык булды. Анда хәмия бит бүтән җирдә Саба флагы белән төшәп, яна Саба флагы. Анда охрана бит бүтән җирдә син тикшереп кертә. Бүтән җиргә аэропортта кебек анда. Шуны белегез, кайышлар, ниләр сез Нью-Йоркта йөрсәгез, лучше
теге бір инде сулар, теге инде подозрительный нәрселер белән жүрмәгез, потому что бүтін жерге кіру үшін сізге аэропортқа кірген кебек итә. Мен келдім да инде, мен айтам, мен үзенең флаг белән төшмәм әле дим инде. Охрана, теге полицейскийлардан сорыйм. Ул айта, 2 флаг булмаса ярый ди. Оказывается, Америкада сен 2 флаг күтәрә алмыйсың. 2 флаг булса, уже сен законны бозасың дигән сүз. Мен дә сала флагы белән самый Нью-Йоркның иң зур нәрсәсендә, теге биеклегендә сала флагы белән төштем инде. Прикольно, кызык булды инде. Но Rockefeller Center'да космический бәяләр, конечно, аренда офиса. Ну, да, меня бик шады. И киноларда күргән, сез беләсез, киноларда анда нишләр Rockefeller Center'ларда, зданиеларда, конечно, аяк киеме чистарта. Минем инде булды. Сабы хыялы инде аяк киеме чистарта. Мен аяк киеме биш итеп үткән инде анда йөри-йөри, мен уңайлы аяк киеме киям дип, теге бер аяк киеме кигән. Мен киреп утырдым, анда шунда сине утырталар, шунда прям утырасың. И син аяк киемне чистарталар инде. Теге әле кызык шуны чистартачакчы. Бу син аяк киемне ни төстәсең? Ак төстәме, кызыл төстәме дигән. Итәм син разберись инде шунда. И вообще аяк киемне фотосын күрсәтәбез. О, ябы ялтырап торды инде. Янда ол ничасын дигәндә, ол $5 просто аяк киемне чистарту. Но анда принт инде син сизәсең, что $5 таннан син чаевые бирергә тиеш. Ну, фактически $10. Син 700-600 сумга аяк киемне жалтыратып бирәләр инде. Ну, жалко түгел, аны мен турист, аны күрергә килдем. Шуның өчен шундый Rockefeller Center'ларны күреп, анда музейларда булып, бүтән җирне Нью-Йорк миңа истә калды инде, бик дружелюбный, бик дус шәһәр булып, чиктер әйбәт булып, көчле энергетика булып, миңа инде бик ошады Нью-Йорк, анда Алла бирсә тагын күп тапкыр булырга язсын дип телим. Анда минемчә булырга кирәк бер көн, ул үзенә бер төр көчле шәһәр. Тагын нәрсәләр күрдем. Ну, бүтәнсен тагын видеоларда күрәбез. Рәхмәт. Хәзер инде икенчесе Бостон турында, безнең Бостондагы университетлар турында дәвам булыр икенче серияларда. Рәхмәт.